Assalamu алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахниет. Бүгін сіздермен осындай беленшік пісіретін боламыз. Ең алдымен сүтімізге суымызды құйып аламыз, жылы суымызды. Одан соң жұмыртқаларымызды барлығын жарып салып шығатын боламыз. Келесі шекерімізді салып аламыз. Сосын сұйық майымызды құйып аламыз. Кішкене шым-шым тұзымызды және де ас содасын салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Мінекей араластырып болдық. Енді міндетті түрде илегіштен өткен ұнымызды қосып аламыз. Осылай жартысын қосып араластырып алатын боламыз. Одан соң жақсылап араласып болған соң екінші бөлігін қосып, оны да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен араластырсаңыздар өздеріңізге оңай болады. Мінекей жақсылап араластырып болдық. Енді қызып тұрған табамызда сұйық майымызды осылайнан жағып шығатын боламыз. Сосын қызып тұрған табамыздың үстінен құймағымызды осылай құйып шығатын боламыз. Құймақтарыңызды көп құюға да болмайды, аз құюға да болмайды. Көп құятын болсаңыздар қалың болып піседі, аз құятын болсаңыздар табаларыңызға жабысып қалады. Сол себепті де осылай 1-2 минут күтіп, ортасы тесік болған кезде жан жағын осылайнан лопатканың немесе шпажкалардың көмегімен істесеңіздер болады. Және де мүлдем темір жолатпаңыздар, сонда жабыспайтын болады құймақтарыңыз. Мінекей келесі бетін осылай аударып, екінші бетін де пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын болды. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі видеоларда алғаш болып көретін боласыздар.